Ермек Бапиға, Нартай Аралбайыңызге. Нартай Аралбай, популист, ешкім популист. Енді Бекболат Тілеухан сияқты жігіттер ойына келгенін сөйлей береді. Мен өзім ойлаймын, осы аталған азаматтар қазір елдегі ең бір өткір және саяси тұрғыда айтылмай жүрген, көтерілмей жүрген тақырыптарды көтеріп ол тақырыптардың биліктің алдында және қоғамның алдында ашық айтып жүрген жігіттер. Сондықтан енді олардың мұқату кету тұрғысында әлдебір жаңағы бықсық сөзіне мен оның көңіл бөлуге уақытым жоқ. Яғни популизммен айналысып жатқан жоқсыздар ғой. Енді оны популизмнің қандай мөлшер екенін сіздер анықтамасаңыздар, мен өз тұрғындар, өз азаматтық пайыммен елдің перзенті ретінде мен қоғамға, халыққа, мемлекетке қажет шаруамен айналысып жатырмын деп есептеймін. Ешқай жерде мен ұран салып немесе өзімнің атымды, затымды жарнамалау үшін далбасынан жүрген жағдайым жоқ. Қазір ең бастысы жаңағы осы соңғы біздің көтерген мәселе қоғамдағы мынау теріс діни ағымдарға байланысты. Осының қай жерде популизм болуы? Қоғамды жайлап бара жатыр. Қоғам бетке жағылып бара жатыр. Осы мәселені көтерген популизм бе? Әрине оған жаңағы Бекболат Тілеуханның шымбайына келеді, оның бұнда шешуі көткендей болып отыр. Өйткені ол жаңағы теріс ағымның өкілі. Содан кейін ол бізге қарсы айтып жатыр.